Безеуден шаршадым дейді. Неге шаршаймыз? Өйткені дұрыс емдеп жатқан жоқсыз. Сіз безеуге жағасыз, жейсіз, ішесіз, ал безеудің болуының ең бірінші себебі ол өтте застой бар. Неге өтте застой бар? Өйткені бауырда шлак токсин көп. Бауырда шлак токсин көп болатын болса, өттің сұйықтығы бауырдан застой болып бөлінеді. Сондықтан да өтті бөлек емдеймін, бауырды бөлек емдеймін деген келмейді. Бүкіл ағзамен бір-ақ жұмыс жасаймыз. Сізде асқазанның тұз қышқылдылығы бұзылғанын қалыпқа келтіру керек. Өтте застой бар, мүмкін даже полип таста бар болуы мүмкін. Міндетті түрде тексерілу керек. УЗИ брюшной полости өтіңіз. Сонымен қатар бауырда шлак токсин бар. Ұйқы безі мен бауыр протоктары да бітеліп тұруы әбден мүмкін. Егер безеуіңізді не істесеңіз де кетіре алмай жылдап шаршаған болсаңыз, менің ағза тазалау курсыма қатыссаңыз болады. Бұл жерде 10 метр шек, 7 метр аш шек, 3 метр тоқ шек, шек құрттар, шлак токсиндар толық тазаланады. Өт, бауыр тазаланады және ұйқы безі мен бауыр протоктарын толық тазалаймыз. Және сізде ферритин төмен, анемияны да емдейміз. Толық ақпаратты төменге жазып кеттім. Осы аптаның соңында ағза тазалау курсы басталады. Сондықтан төлем жасап, алу керек заттар тізімін менен алып, тездетіп жұмысты бастап кетейік.